Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін дәстүрлі Наурыз көжесі елестету мүмкін емес. Сондықтан да бүгін өзімнің осы Наурыз көже дайындау тәсілін, өзімнің қалай дайындайтынымды сіздерге көрсетпекпін. Біздің қазақ ырымшыл болғандықтан киелі қасиетті сандарға мән берген. Сол себепті де бұл тағамды 7 түрлі тағамнан жасап, молшылық болсын, мереке болсын деп ниет еткен. Табиғаттың бастауы су, сусыз тіршілік болмайды. Сондықтан да Наурыз көженің негізі су болып табылады. Бұның да астарында үлкен мағына жатыр. Ең алдымен етімізді жуып дайындап аламыз. Қазақтың ең жақсы көретін негізгі ас дәмінің бірі ет. Қашанда қазақ халқы дастарханның берекесін ет келтіреді. Сол себепті ең басты бірінші қосылатын тағамымыз бұл ет болып саналады. Соғымнан сақталған сүр ет болса тіпті жақсы болады, тіпті керемет болады көжеміз. Сондықтан да етімізді тұтастай салатын боламыз қазанға. Оны жуып дайындап алғаннан кейін суға салып қайнатамыз. Ал қазымызды бөлек алып қоямыз. Өйткені оны су қайнағаннан кейін бап салатын боламыз. Енді осы көжемізге салынатын дәнді дақылдарымызды жуып дайындап аламыз. Олардың ішінде мысалы арпамен қоса бидай, тары, күріш сияқты дәнді дақылдар қосылады. Жалпы енді осы Наурыз көжеге дақыл қосудың бір мағынасы бұл бір тамырдан өсіп өнген дәндей ұрпағымыз көп болсын деген ниет болса керек. Ең алдымен мына осы арпа жармасы көп қайнайтын болғандықтан мен бірінші арпа жармасын салам. Арпа жармасының өте емдік қасиеті, көптеген ауруларға шипалы екені белгілі. Сондықтан да бірінші очередь, осы бірінші кезекте мен арпа жармасын пайдаланам. Яғни көжеге менде дәнді дақылдардан арпа жармасы, бидай жармасы және күріш жармасы қосылатын болады. Одан кейін енді біздің қазақтың ұлттық тағамдарына кіретін құрт та көженің дәмін келтіреді. Сонымен бірге жаңағы айран қосатын боламын. Бұның да бір негізінде жатқан бір осы сүттей ұйып ақ мол болсын деген бір ниет жатқан болар. Қазақтың ұлттық тағамдарының көбіне осы сүттен жасалады. Сондықтан да осы Наурыз көжеге сүт тағамдарының қосылуы да заңдылық деп ойлаймын. Енді осы көжеміз қайнап, суымыз қайнағанша көбігін алып тазалап отыратын боламыз. Әбден көбігін алып тазалайсыздар. Осы міне көжеміз қайнады, суымыз қайнады. Енді осы қайнаған судың үстіне енді қазымызды салатын боламыз. Осылайша еттің енді әркімде әртүрлі, еттің сапасы әртүрлі ғой. Енді біреуінікі жас мал болуы мүмкін, біреуінікі орта жастағы малдың еті болуы мүмкін, немесе кәрі малдың еті болуы мүмкін. Сондықтан да соған қарай енді мен өзім 1,5-2 сағаттың көлемінде қайнатамын. Сол қайнап болғаннан кейін етімізді түсіріп алатын боламыз. Енді осы кезде ескере кететін жайт, енді осы жаңа 7 түрлі тағам қосылады дедік. Дәнді дақылдардың осы именно менің қосқан дәнді дақылдарымды қосу заңдылық емес. Әркім өзінің қолда не бар, үй жағдайында қандай дәнді дақылдар бар, соны қоса беруге болады. Біреулер жүгері қосады, картоп қосады, кеспе қосады, тары қосады. Сол сияқты енді өздеріңіздің шамаларыңызға қарап қоссаңыздар болады. Онда тұрған қатып қалған заңдылық жоқ. Қазыны салғаннан кейін тағы да көбігін жиналған аламыз. Содан соң отты басып қоямыз. Баяу отта өзімен былқылдап ақырын пісе беру керек. Осылайша 1,5-2 сағат қайнататын болам. Менің етім осылайша ақырын былқылдап 2 сағаттай қайнады. Ет мінекей пісіп дайын болды. Енді етті түсіріп алам. Түсіріп алып, сол қайнап жатқан сорпасына ақырындап енді дәнді дақылдарымды бірінен соң бірін сала бастаймын. Менде ет тұзды сүр ет болғандықтан тұз қоспаймын. Тұзды ең артынан шамасына қарап, егер жетіспей жатса тұз қосатын боламын. Мүмкін қоспауым да мүмкін. Өйткені бұған тағы да құрт қосатын боламыз. Құрт та ол тұзды болады. Сондықтан да менде көже әзірше тұзды қажет етпейтін сияқты. Енді ең алдымен арпаны саламыз.
Арпа ең көп ұзақ қайнайтын дәм болғандықтан ең бірінші осы арпаны салып жарты сағаттай қайнататын боламын. Арпа қайнап болғаннан кейін енді бидай жармасын саламын. Бидай жармасын салып 5 минуттай қайнатып аламын. Ендігі кезекте күрішімізді саламыз. Енді күрішімізді салып араластырып қайнатып, одан соң дайын тұрған суытып қойған етімізді ұсақтап турап аламыз. Осы күрішіміз дайын болды деген кезде үстіне етімізді салатын боламыз. Мінекей етімізді осылайша ұсақтап турап алдық. Енді осы қайнап жатқан сорпамыздың үстіне саламыз. Осылай салып араластырып. Осылайша етті салғаннан кейін бір 5 минуттай тағы да қайнатып аламыз. Мінекей осымен наурыз көжеміз дайын болды. Дайын болған наурыз көжемізді ыдысымызға құйып, оның үстіне айран, құрт салып іше беретін боламыз. Әлбетте наурыз көжеге белгілі бір тағам түрін қосу керек деген арнайы нұсқау жоқ. Әркім өзінің қолындағы бар азық-түлігіне қарап, кейбір жерлерде көкөністерде, жемістерде қосатындар бар көрінеді. Енді ең бастысы дәм саны жетеу болса болғаны. Кейбір жерлерде 9-ға дейін жеткізіп жазады санын. Мінекей осылайша ыдысымызға құйып алып, оның үстіне мен айран қостым. Одан соң мынандай езбе құрт қостым. Енді менің жасау тәсілім осындай. Егер сіздерге ұнап жатса, осы тәсілмен жасап көріңіздер. Бәріңізге де ас болсын, наурыз мейрамы құтты болсын, елімізде тоқшылық, береке, біршілік болсын. Менің каналыма жазылмаған кісілер болса жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіре кетсеңіздер, тағы басқа қандай нұсқаулықтар бар жаза кетсеңіздер болады. Жақсы, сау болыңыздар.